Do'stlar ham qahramonlar. Рим империясы hamma жерlerді басып алған еді. Соның ішінде Мысырдағы ватаным Искандария қаласы да бар еді. Сол кезлерде мені Маки деп шақыратұғын еді. Қаламыз жасырын сырларға толы еді. Хакім Яхудиядағы қозғалаңшылардың жайылып кетуінен қорқып, яхудилер менен масихиларды жоқ қылуды бұйырды. Мен ham достарым болса артқа қайтпадым. Халқымыздың қаһарманлары хақында уақиялар айтып, тез арада біздер де қаһарманларға айландық. Жағымлы азатлық. Бұны сезуіңіз керек. Алтынай, сіңлім, сен мен үшін кішкене құшса, хам гүлдейсен. Як. Олыма басқаша. Ол адам сенің сүйіклі сіңлің. Сүйіспеншілігіңді сезуім керек. Неге еркеклер әйелдердің көйлегін киіп алған? Театрда еркеклер хаялларды да ойнайды. Көрдің бе? Театрда сеу саған емес екен. Көйлеклер! Як. Маған хауа рең керек. Бұл болса, жүда басым рең. Ау, бұл да ұсырың. Жаңадан қылың. Бұл рет қате қылмаң. Маған массаж керек. Көк. Кеттік. Бұл көйлекте семіз емеспен бе? Маки, маған қара, қызлар менен базарға барып, хауарең тауар алып келіңдер. Көйлеклерді бітіру үшін енді 2 есе көбірек істеуіміз керек. Қызлар, бұл жерде адамға тола жер. Жоғалып қалмаңлар, және басыма бәле артырмаңлар. Қызлар! Тезірек, құллар. Бұл кеме кешке дейін кету керек. Сізлер кімсізлер? Iltimos, қорқытып жібергенім үшін кешірің. Менің атым Иза, мен Самарияданмын. Неге қапестесіз? Не болды? Еш нәрсе, біздер құллармыз. Тоқтаң, ата-анаңыз қайерде? Яқ, Искандария қаласында әкеміздің Самуэл деген досты бар. Сізлерге не? Сіздерге не болады? Біздерге ешкім жәрдем бере алмайды. Міне, мынаны алың, бұл сіздерге аумет келтіруі мүмкін. Бұл Иза ғо? Сіздерді тауғанымға қуаныштыман, ондай қылмаңлар. Қане құл бола ғой, тезірек тұр. Ол кім болды? Оны білеміз, ол біздер менен кемеде еді. Оған жәрдем беру керек. Тұр дедім. Яқ, iltimos. Мүмкін мен әскерлерді алаңлатарман. Мырзам, біздер енді кетіп батыр едік. Сенің не қылып атырғаныңды білемен. Бұл, білесіз? Сізлер театрда бір затты басламақшысызлар. Мен болса бәрібір не екенін тауаман. Театрда ма? Ауа, сондай, біздер үлкен сахнаның көйлеклері үстірен істеп батырмыз. Не? Үлкен сахна? Ауа, дұрыс, әлбетте. Ол хақында көптен бері білемен. Болды, жоқ болың, папапап. Міратнама жоғалып қалғанға ұқсайды. Тезірек бол, тезірек дедім.
Bizler ularni uylarimizga jasuru kerak demayman. Ularni Al-Faramga jibersek bo'lgani. Ular aman qoladi. Samuil, бұл да bizler үшін qiyin masala. Егер жәрдем бермесек, ол құллар өліп кетеді ғой. Uylarimiz ham do'konlarimiz ne bo'ladi? Qullarni azat qilganimizni bilib qalsa ne? Тего, мүмкін сен хақсың. Жаслығымда бір уақия естікенмен, сізге де таныш шығар. Айтып берші, Мариям. Көп жыллар алдын Мысырда жаңа патша тақтқа отырған еді. Ол Мысырдағы Израил халқын жүдә жаман көрер еді. Бүгін мен оларды бүткілі жоқ қылып таслайман. Олардың әмме ұл балаларын Нил дариясына таслаң. Мусаның анасы баласын сақлап қалмақшы болып, нәрестені себетке салып, оны Нил дариясына ығызып жіберді. Мысыр маликасы Мусаны Нил жағасынан тауып алып, оны өзінің перзентіндей қылып сүйіп үлкейтті. Муса ауыр іс қылып жүрген өзінің қалқы қасында үлкейді. Бірақ Муса жүдә жас еді, һәм қиналып атырған қалқына көп ітібар бермес еді. Себебі ол патшадай өмір сүрер еді. Бір күні жас жігіт Муса мысырлық басылық құлға азап беріп атырғанын көріп қалды. Муса құлларға жауап бермесе де, олардың азабын көріп үндемей тұра алмаслығын да білер еді. Оған тиме! Қылып қойған ісі үшін патша оны жазалауын Муса білер еді. Сонда ол Мысырдан дәру қашып кетеді. Бір уақытлары ханзада болып, сарайға, байлыққа ие болған Муса жалғыз құлды құтқару үшін бұлардың бәрінен бас тартты. Муса бұны қылғаны да жас жігіт болған еді. Біреулеріміз әмме нәрсені таслап, жаңадан басылау үшін жүдә қартайып қалғанбыз. Тего ажаға дұрыс айтты. Мусаның хатте семьясы да жоқ еді. Тоқта, iltimos. Аке, құлларға жәрдем берудің және басқа жолы бар ма екен? Анаңның гәпін естің ғой. Одан тысқары біздер тек 4 кісіміз болғаны? Білесіз бе? 4 енді менің ең сүйіклі саным. Алтынай, сіңлім, қызғаныш оты жұтып жіберді. Жас едім, бірақ қызғанышпенен жасадым. Яқ! Сезуіңіз керек! Сезуіңіз! Мырза, көйлеклеріңіз таяр болды. Құдайға шүкір, бүгін спектакль көйлеклері де даяр. Және дұрыс емес қо. Сіз айтқаныңыздай реңін өзгертірдік қо. Қараң, оның кескілері кішкене, зорға көріп атырма қо. Міне бұл сызықлар не? Олар горизонтал. Маған вертикал болуы керек. Вертикал сызықлар араластырады. Меніңше бұл жәрдем бермейді. Мен күшсізбен. Мен пироглардың құлыман. Оны түзетің. Бұл рет қателеспең. Бүгін спектакль басланады. Менімше бұл жоба әмелге аспайды. Жобамыз әмелге асады, Натан. Дүканға кіріп, жұмысты бақылап қойым. Харман, жақсыз ба? Маған 20 қап бидай бересіз ба? Жүдә керек болып қалды. 20? Яқшы, қазір қарап көремен. Бидай таусылып қалыпты.
Яғай, жақсы болмапты. Егер бидай таусылып қалған болса, онда маған 4 қап сулыдан бере ғой. Сулыдан бар. Сізге және не керек болады? Жақсы, онда болса маған 8 қап арпа берсеңіз, яқшы болар еді. Достым, сізге бір мәслихетім. Ендігі сапар тізім алып келің. Әне сол қанада. Әне бейшара құлдар бидай еншеді. Сақшының алдынан қалай өтіп кетеміз? Маған бір пікір келді. Иза, біздер Лех ва Рывқаның достарымыз. Рахмет, үлкен рахмет. Тезірек болың. Құлдар қашып кетті. Бір өтікіс біліп қалды. Қане тезірек кеттік. Қане олар, ұшылаңлар. Бочкілерді тастаймыз, тезірек. Олардан құтылдық. Я құтылмаппыз. Рим атынан айтаман, тоқтаң. Ешқандай жол жоқ. Арбадан секірің. Тезірек, олар қазір қайтып келеді. Ашың! Ашың, iltimos! Диана, мен... Самуэль, кейін айтасың. Тезірек, әммеңіз ішке кіріңлер. Бұл театр ғой. Басың сілейме? Қазір бұл жерге бір дүния римдіктер келеді. Ауа, бірақ құлларды бұл жерде ізлеу олардың ойына да келмейді. Тезірек кірің. Олар қайыргедор кіріп кеткен. Әрбір есікті тексерің. Диана, құлларды құтқару бұл жүда қауіплі, бірақ римдіктер оларды дегирманда сілетіп өлдіреді. Оларды таслап кете алмадық. Мені түсінесең бе? Самуэль, менде жоба бар. Жақсы, әммесі жақсы. Демал. Әммесі жақсы болады. Мырзам, көйлеклерді көріңші. Бұншама қалып кеттіңіз. Спектакль 5 минуттан соң баслануы керек. Алтынайдың үміті жоғалуға азырақ қалды ғой. Әжайып. Көйлек әжайып. Ескілерін не қылайын? Қалегеніңді қал, маған керек емес. Ауа, мырзам, әлбетте. Оларды таптың ба? Yok Mırza, Putkul kalanı izlep çıktık. Teatrda izlep gördün ba? Kullar o yerde olmasa gerek. Mırzam o yerde kalanın hamma abraylı adamları jindalgan.
Bilesiz be, deyeli hamma adam demekşi edim. Ahmaq. Ha, ular qayerda? Kechirasiz, biroq tomoshabinlar tek spektakldan keyin aktyorlar meni ko'rishi mumkin. Aktyorlar? Av men qashqin qullarni izlab o'tirman. Aktyor mening qo'l, ikkovi bir. Teatrda hech zerikmaysang-da. Mirzam, bizning kichik pil spektaklimizda ko'ruvga vaqt topganingiz uchun rahmat aytaman. Ava, sebebi boshqa жұмысimiz yo'q edi. Oltinay singlim, sen kichkina qushcha ham guldaysan. Qizg'anish o'ti meni jutib jiberdi. Brutikas, sol eshikni ochib ko'rchi. Bu yerda nelar bo'lib o'tir? Ular kim bo'ldi? Fon aktyorlari, Mirzam. Ularga ko'ylak kiydirdim. Ha, fon aktyorlarmi? Ha, yaxshi. Qani ketdik, tezroq. Hammasi tap repetitsiya qilganday. Sezim, meni! Ortqi eshikdan chiqib ketamiz. Mаған hech narsa ko'rinmayotir. Mаған da ko'rinmayotir. Aziz singlim, uyalib o'tirma deyman. Oltinay, aziz singlim, sen Yo'q, ne bo'lib o'tir o'zi? Ular spektaklni buzib o'tir. Yo'q, unda emas. Boshqacha bo'lishi kerak edi. Vayron bo'ldim. Hav bu sahna tarixidagi eng ulkan abad. Biroq sergerli bo'lmadi. Ava, sonday. Bizlar kishpil aktyorlarmiz. Tezroq bo'ling, tezroq bu yerga. Mening mirzam, kulkili narsalar sadir bo'lib o'tir. Albatta bo'ladi. Axir bu spektakl-ku. Yo'q, axir men qashqin qullarda aytib o'tirman. Menimcha bizlar teatr eshiklarini tap hozir jabuvimiz kerak. Basing islaymi? Ol yerda do'stlarim o'tiribdi. Mirzam, spektaklda buzug'a meni bunov. Ol sahna ortiga kirib, hamma narsani, ham spektaklning buziluvida ayblidir. Tabayas, meni ko'rdingmi? Soning uchun seni hech yerga chaqirmaydi. Miratnamamda aytib o'tirsizmi? Ol jo'g'almadimi? Diana, sen juda yaxshi jo'ba tuzibsan. Yo'q, buni jo'balashtirmagan edim. Biroq teatrda жағдайga qarab, kerakli harakat ham so'zlarni Jo'lshibay o'ylab topu kerak ekan. Жақсы, міне енді Жолшыбай құлларды Алфарамға сау саламат жіберу керек. Bizlar piyoda жетіп барамыз. Axir endi azodmiz. Ha, mumkin endi piyoda yurmaysiz. Tigo ajag'i, Arbangiz buzilib ketganini eshitdim. fikringiz ne sababdan o'zgardi? Ava Diana, sol savolda sag'anda beruvi kerak. Оны басқа көрмеймен деп ойлаған едім. Азат болғаныңызда қайтарып береміз деген едік. Енді сіздер азатсыз. Сізде тұра қойсын. Маған көп жәрдем бердіңіз.
Xo'sh bo'l, Iza. Xo'sh bo'l. Omon bo'ling. Maki, nega qayg'urasan? Axir hammasi yaxshilik bilan tamomlandi. Ava, biroq rimliklar ertan odanda ko'p qullarni olib keladi. Ne deb bo'laysan? Odamning yuragi hech o'zgaradimi? Albatta, ular o'zgaradi. Saul esingdami? İsa'nın o'limidan ko'p o'tmay, ko'pchilik bizlarga qarshi yomon ishlar qildi. Saul ularning ishinde eng yomoni edi. Qayerda bo'lmasin, ol İsa'ga erganlarni qamoqqa taslatdi. Ol bizlarni juda yomon ko'rar edi. Xalq do'stlarimizdan biri Stepanni o'ldirib o'tirganda, Saul tik turib qarab turar edi. Stepan'da isenimden qaytpağanını ko'rib, Saul'dың jani ashuv chiqdi. Sonda ol Masihning hamma shogirdlarini o'ldirmoqchi bo'ldi. Bir kuni g'azabga to'lgan Saul İsa'nın Damaskdagi barlik shogirdlarini qamoqqa olish uchun ruxsat oladi. Ol Damaskka yo'l olgan edi. Yo'lda bo'lsa, ajoyib bir voqea sodir bo'ldi. Saul! Saul! Nega mаған azap berесің? Men саған dushman emasman. Sen kimsen? Sen azap berib o'tirgan İsa'man. O'rningdan tur, qal'aga kir. Ne qiluving kerakligin саған сол жерде aytiladi. Turib qarasa, оның ko'zlari ko'r bo'lib qolgan edi. Sonda onun şeriklari onu atqa mindirib, Damaskka olib bordi. Sol 3 kun davomida albirag'an Saul hech narsa yemedi, ham ichmedi. Qal'aga kirganda, ular onu bir uyning oldida qoldirdi. Bir odam onu ichkariga olib kirdi. Ko'zi ko'r bo'lgandan Saul juda hovliqib o'tirgan edi. Saul qattiq charchagan edi. Odan tashqari, ol juda o'kinib o'tirgan edi. Ol sonda ibodat qilishni boshlaydi. Men kutib o'tirgan odam senmi? Men Hananyaman. Uyimde o'tirganimda İsa o'sha yerga keluvim haqida xabar berdi. Yo'lingda sаған İsa ko'rindi. Sen har kimga ham, har yerda ol haqida guvohlik berasan. Ol seni jani ko'ruvingda ham Xudoning qudratini to'luvingda qalaydi. Sol kezde darru Saul'dың ko'zlari jani ko'ruvni boshladi. Saul İsa'nın shogirdi bo'lgan Hananyani 3 kun oldin qamag'anına qaramasdan, o'g'an baribir yordam berdi. Ko'rdingmi? Odamning yuragi o'zgaradi maki. Buning uchun karamat da shart emas.